Саламатсыздар ма? Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Ең бірінші Алланың атымен бастайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Бұйырса, бүгінгі видео көптің сұрауыменен. Көп сұрақтар келді, сол сұрақтарға жауап беріп жатырмын. Екі видео саламын, бұйырса, екі видеоны соңына дейін көрсеңіздер болады. Ең бірінші сұрақтардан, бірден сұрақтарға өтіп кетейін. Қалай Wildberries'ті жабамын? Қалай Wildberries'ті жабамын? Енді Wildberries'ті айтатын болсам, бірінші очередте менде бұл нақты жауап, яғни өзімнің алған ментор кісілерінен алған жауабым, соны мен сіздерге айтып жатырмын. Айту бойынша менде сұрадым, қалай болады, ол жақта минустар көбейіп кетті, Wildberries'те минус ішінде көбейіп жатыр, сайтта солай болып жатыр, мен жұмыс жасап жатқан жоқпын, бірақтан ақша алып жатыр деген көп сұрақтар болды да. Поэтому сол сұрақтарға жауап ретінде осы видеоны түсіріп жатырмын. Бірінші айтатын нәрсе бұл сайт. Яғни ИП тіркелгенменен, ИП-ңізді сіз Қазақстанда тіркегенсіз, Қазақстандағы нақты налогты төлеп, Қазақстан налогтарына, кәдімгі Қазақстан заңы бойынша ИП-ңізде ешқандай проблема болмайтындай барлығын төлеп, барлығын жасап, ИП-ні жауып тастасаңыз болады. Ол заңды түрде. Екінші, ішінде минустары бар, оны қалай төлеп жабамын, мен онымен жұмыс жасамасам да болып жатыр деп жатыр. Енді фактически, логически ойлайтын болсақ, әрине бұл енді менің ойым, мен өз басымда екі кабинетім минуста, бірдеңке штраф болып кеткен, товар өткенде бір мошенниктер тіркелді ғой, мошенниктер шабуыл жасаған кезде менің де кабинетіме шабуыл жасалған. Ол жақта қаншама нелер складтар қосылып кетті. Сол складтар қосылып кеткеннен кейін ол автоматты көп заказ түсіп кетті маған. Көп заказ түсіп кеткеннен кейін мен оны қайдан табамын? Телевизор, неше түрлі жағдайлар болып кетті. Мен кабинетіме кіріп, что гост кірген кезде, ФБО істеп жүрген кезде. И содан кейін мен 500 мыңдай минусқа кіріп кеттім. Яғни ол мен қоймағам, бірақ склад қосылғаннан кейін товар карточка создавать етілген да, какой-то сондай. Мен оны создавать етпегем да. Бірақ солай минусқа кіріп кетті. Одан тағы да бір магазинім болған, ол ТО бойынша. ТО бойынша да ашқан бір магазинім. Өзім скидка қоямын деп, қателесіп, көп скидка қойып тастағанмын. Сайт айналып тұрған болғанда, мен скидка қойдым 30%, қарасам бағасы өзгермеді, ештеңкесі өзгермеді, бір сағаттан кейін. И қайтадан бардым да тағы 20% қойдым. Қарасам ешқандай не болған жоқ. В общем, солай мен 70%-ке дейін минус жасап қойғам ғой. И сол сайтқа обновить еткен кезде біраз бір күннен кейін ба, 2 күннен кейін ба ол сайтқа шыққан. Содан кейін маған 100-200 заказ түсіп кеткен да. И содан кейін ол да минусқа болған. Қысқасы айтқан кезде ондай жағдайлар сіздерде де бар шығар. Сол минустарды кабинеттерім бар. Екі кабинетіме де мен ең бірінші жаумақшымын, осындай минусы бар, бірақ мен оны төлеу ниетім жоқ, ондай ақшам да жоқ дедім. Сол кезде айтты, бірінші ол сайт. Заң жүзінде сіз ол жерге сайтқа ешқандай қол қойған жоқсыз, и ол сайтта ол сайт кез келген кезде жабылып қалу мүмкіндігі бар ғой, дұрыс па? Яғни біз басында ойбай, мына магазинің жабылып қалады, магазиніңді ақша аламайсың деген жағдайлар болды. Тура солай, ол кез келген кезде жабылып қалу мүмкін. Яғни сіз магазиніңізді, енді әрине қалай болса солай шығып кеткен дұрыс емес деп жатыр. Сіз кабинетіңізге кіріп, осыдан кейін видео қалдырып, сол тура солай жасаңыз болады. Аналитикаға кіресіздер, 11-ші отчет бойынша қандай товарларыңыз бар, солардың бәрін өзіңізге возврат жасаңыздар. Болмаса сол қалған товарларыңыз сатып жіберіңіздер. В общем, 0-0, чики-чики, в общем, ешқандай проблема жоқ, спокойно шығып кету үшін. Барлығын товарыңызды возврат жасап, бәрін жасап болғаннан кейін склад полностью для себя барлық товарларыңызға 0-0 қойып қойыңыздар, 0 қойған шығарсыздар, и так-то оны для себя бір жерге скриншоттап алып қойыңыздар, что ертең қандай да проблема болмау үшін. Солай жасайсыздар. Және де 0-ге қойдыңыз, бірінші очередь, екінші аналитикадағы бүкіл товарларыңызды возврат жасадыңыз, немесе сатып жібердіңіз дегенше, в общем, 0 ол жерде ешқандай бітіп ары бері жүрген товар болмау керек. Екінші, үшінші складтарыңыздың барлығын өшіріп тастаңыздар.
яғни склад өшірілген, скриншоттап алыңыздар. Себебі склад өшірілген, бірақ менің жағдайымдар, мен өзім живой айтып жатырмын, менің жағдайымдар мошенник кірген жағдайда, сіздегі склад қосып, товар қосып тастаған жағдайда, міне мен осындай жасағам, ол сайт қуды деген сияқты жасауға болады да. Олардың бәрін жасап болғаннан кейін, складты өшіріп тастағаннан кейін, сіз спокойно шығып кетсеңіз, шығып, ИП-ңізді тоже отчеттарын өткізіп, ИП-ңіздің налогын төлеп, ИП-ңізді жауып тастайсыз Қазақстанда. ИП-ңіз жабылды, ондай ИП жоқ сайтта, бірақ мынандай ИП-де қарыз деп тұр, бірақ ондай ИП уже жоқ. Оны жоқ затты осындай ашқан еді, мынау кісі еді деп ешкім сіз дәлелдеп бере алмайды. Былайша айтқан кезде да. Яғни сайт жағынан. Әрине, көбісі айтып жатыр, ондай болса дұрыс емес қой, ақшасын төлеу керек қой. Әрине, төлейм десеңіз өзіңіздің қалауыңыз, төлемейм десеңіз тағы да өзіңіздің қалауыңыз. Себебі біз бұл жерде өзімізден өзіміз біреудің ақысын жеп, бірдеңе жасаған жоқпыз. Наоборот, Wildberries біздің ақымызды арасында жеді. Шынайында, шын ретінде айтып жатырмын. Мен білмегендіктен, білместігімізден солай болды. Егер де біліп, қазір енді бір магазинім жақсы жүріп жатыр, жақсы, Аллаға шүкір, себебі уже полностью білесіз, қай жерде қандай минус бар, не бар. Одан кейін Wildberries'те көбінде жаңалықтар бола береді. Мынандай жаңалық, мынандай логистика, мынандай хранение аламыз, үйтеміз, бүйтеміз дегенде, соны қарап тұрмасаңыз, тоже минусқа кетесіз. Сол себепті, сол минусқа кеткен екі магазинімді өшірем деп шештім. Қалай өшіріп жатырмын, қалай возврат жасау менің бұрынғы видеоларымда бар, солай возврат жасап алыңыздар. Барлығын жасап болғаннан кейін техподдержкаға жазамыз. Так, мына жерде көрініп тұрған шығар. Ошаға жазып қоямын. Техподдержка кіреміз, сайт арқылы кіреміз. Компьютермен кірсеңіздер болады, телефонмен кірсеңіздер былай қойып қойын, мына жерге қоямын. Поддержкаға кіреміз. Поддержкаға кіргеннен кейін, сайтқа кіргеннен кейін поддержкаға кіреміз. Поддержкаға кірген кезде обращение шығады. Обращение тема, яғни біз тема обращение что? Новый диалогты басасыз, потому что ол жерде обращенияларда жоқты возврат, тағы да бірденке забанный товар едетті. Біз новый диалог деп басамыз. Новый диалог басқаннан кейін диалогты жазасыздар. Мен осындай ИП хочу отказаться сотрудничества деп жазып, толық әдемілеп жазып, и сосын диалогқа темасына отказаться сотрудничествоны таңдайсыз да, жіберіп қоясыз. Барлығын жасап болғаннан кейін ИП-ңізді жауып, спокойно жүре берсеңіздер болады. Әрине, бұл менің өзімнің қанша уақыттан бері, қанша елдерден өзімнен выше, жоғары 200 миллион, 300 миллион, 400 миллион товар обороттары бар кісілерден сұрадым. Менторлардан сұрадым, осындай, ол сайт ештеңе қыламайды. Ертең ол басында, сайт жабылып қалды ғой, помните? Басында бір жабылып қалып, сол кезде ойбай, ақшамыз қайда, ақшамыз ала алмай қалдық деген сияқты, ол сайтта жабылып қала алады, біз де жабылып қала аламыз. Яғни бұл ешқандай государственный зат емес, қайталап айтқан кезде Татьяна Бакалчуктың жеке өзінің бизнесі. Яғни жеке адам. Енді ол айту бойынша енді өте бір қиын жағдай, бір 300 миллион, 500 миллиондай болса, другое дело, да? Егер сізде максимум 1 миллион, максимум біреулер бар, даже білмей қаншама минусқа кіріп кеткендер бар, 1 миллион, 1,5 миллион минусқа жасап қойғанда штраф келіпті. Қарамай, сондай болғандардың барлығы болуы мүмкін. Ондайларға қатты обращение бермей, кәдімгідей тихаря дұрыстап, әдемілеп шығып кетуге болады. Яғни бұл менің осы сұрақтар бойынша қалай жабамын деген сұрақтар бойынша жасаған видеоым. Әрине бұл нақты жауап болды Wildberries'ке осындай деген сөз емес. Әрине мен бүкіл жауапкершілікті мойныма алып айтып жатырмын, өзімнің жасағанымды да. Енді ондай жасаңыздар, мынандай қылыңыздар деген емес, мен өзімнің шешкен шешімімді, екі магазинім сол шешімімді сіздермен бөлісіп жатырмын. Егер де маған жоқ, мына қыз осындай жаман нәрсені үйретіп жатыр, төлеме деп жатыр деп тағы да басқа айтатын болсаңыздар, онда жоғары, мықты, қазір күшті эксперттер бар, соларға жүгінсеңіздер болады жабу бойынша да. Жоқ, ақша төлеу керексің деп, соны қалай төлеу керек деген сияқты. Мен енді өз басым солай шығып кеттім. И және де қайта сұрадым, осындай қалай болады деп. Сол сұрақтарға жауап алғанымнан осындай видео түсіріп жатырмын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Мен бұл видеоны салуымның өзінің бір ниеті бар әрине.
Алла тағаланың алдында қазір шүкір, өзіңіздер көріп жүрсіздер, бұрынғы видеоларым бар, қазіргі видеоларым, иә. Ең бірінші 2023-22 жылдың маған қорытындысы осы орамалға келгенім, қатты қуанамын. Жүрегім тыныштығы бар, өте жақсы қазір компания жұмыс жасап жатырмын. Сол себепті сол бұрынғы Wildberriesте істеп жүрген бизнестарым бойынша сұрақтарға, оқырмандарға жауап жазып жатырмын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.